Электрондық шот-фактуралы ақпараттық жүйесіне тіркелу. Тіркелу үшін жеке компьютеріңізден esf.gov.kz сілтемесіне өтіңіз. Электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қою үшін компьютеріңізде NCLE бағдарламасы қосылып тұру қажет. Басты беттен тіркеу батырмасын басыңыз. Сіз 3 қадамнан тұратын тіркеу бетіне өтесіз. Бірінші қадам жеке тұлға және жеке кәсіпкерді таңдаңыз. Кейін Digital ID арқылы жалғастыру батырмасын басыңыз. Онда ЖСН телефон номеріңізді және SMS арқылы келген кодты енгізу қажет. Бұдан кейін бейне тексеруден өтіңіз. Тексеруден соң қол жеткізу сұранысында рұқсат беру батырмасын басыңыз. Екінші қадамда жеке деректеріңізді тексеріп, электрондық пошта және жеке кабинетке арналған құпия сөзді енгізу қажет. Назар аударыңыз, бұл құпия сөзді міндетті түрде сақтап алу керек. Везунчик Pro провайдердің мобильді қосымшасына тіркелу кезінде қажет болады. Үшінші қадамда екі келісімге қол қою қажет. Бірінші келісім жеке тұлғаның келісімі. Келісіммен танысу батырмасын басып, шарттармен келісіп, өзіңізге ыңғайлы әдіспен қол қойыңыз. Сол әрекеттерді екінші келісімге де қолданып қол қойыңыз. Келісімдерге қол қойғаннан кейін аяқтау батырмасын басыңыз, тіркеудің аяқталғаны туралы хабарлама шығады. Одан кейін электрондық поштаңызға хат келеді. Хаттағы сілтемеге өтіп, тіркеуді растаңыз. Осымен тіркелу аяқталды. Жұмысты бастау үшін Везунчик Pro мобильді қосымшасын жүктеп алыңыз. App Store немесе Google Play-ді ашыңыз. Іздеу жолына Везунчик Pro енгізіңіз. Қосымшаны тауып, жүктеу немесе орнату батырмасын басыңыз. Сонымен қатар, сайтта көрсетілген QR-кодты сканерлеп, қосымшаны тікелей жүктей аласыз. Қосымшаны орнатқан кейін ашып, тіркеуден өтіңіз. Қосымша қосылған соң сіз бастау экранын көресіз. Келесі қадамда интерфейс тілін таңдаңыз, қазақша немесе орысша. Жұмыс режимін таңдаңыз, Яндекс.Про жүргізушісі батырмасын басыңыз. Авторизация экраны ашылады. Бұл жерде тіркеуден өту қажет. Деректерді ретімен толтырыңыз. ЖСН, телефон номеріңіз, ынтымақтастық түрін таңдаңыз. Екі нұсқа қолжетімді, жеке кәсіпкер немесе парковый жеке кәсіпкер. Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесіне арналған құпия сөзді енгізіңіз. Шарттармен мұқият танысып, мен шарттармен таныстым және келісемін белгісін қойыңыз. Кейін тіркелу батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз, сіз тіркеуден сәтті өттіңіз. Тіркелгеннен кейін таңдаған провайдеріңіз туралы Яндекс.Про қолдау қызметіне хабарлауды ұмытпаңыз. Қол қоюға арналған құжаттар әр айдың 8-не дейін мобильді қосымшаға түсіп тұрады. Құжаттарға қол қою мобильді қосымша арқылы жүзеге асырылады. Қосымшаны қосқаннан кейін Яндекс.Про жүргізушілері режимін таңдаңыз. Авторизациядан өту үшін жүйеге кіру батырмасын басыңыз. Сіз автоматты түрде eGov мобайл қосымшасына бағытталасыз. Онда жеке басыңызды растау үшін құжатқа қол қою қажет. Көрсетілген деректерді тексеріп, жалғастыру батырмасын басыңыз. Авторизация аяқталды. Құжаттар бетінде әр айдың басында қол қою үшін жаңа құжаттар қолжетімді болады. Олар қол қойылмағандар бөлімінде қол қою күтілуде статусымен көрсетіледі. Сонымен қатар, сізге құжаттарға 15-не дейін қол қою қажет екені туралы ескерту хабарламасы жіберіледі. Құжатты қарап шығуға болады. Деректер дұрыс болса, барлық құжаттарға қол қою батырмасын басыңыз. Қол қою процесі eGov мобайл қосымшасы арқылы сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызбен жасалады. Кейін құжаттар қол қойғандар бөліміне ауыстырылады. Қалған құжатты қарау батырмасы арқылы жүктеп алуға болады. Осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.